Сабақ тақырыбы есту мүшесінің құрылысы мен гигиенасы. Құлақ негізінен 3 бөлімнен тұрады. Сыртқы құлақ бөліміне құлақ қалқаны, сыртқы есту жолы, дабыл жарғағы жатады. Ортаңғы құлақ бөліміне эвстахий түтігі, есту сүйекшелері жатады. Ішкі құлақ бөлімі күрделі жүйе шытырманнан тұрады, ал ол ұлу дене және вестибула аппаратынан тұрады. Құлақ бөлімдерін жеке-жеке қарастырсақ, сыртқы құлақ сүтқоректілерде алғаш рет пайда болды. Құлақ қалқаны дыбысты қабылдап, құлақ ішіне бағыттайды, есту жолы дыбысты өткізеді, құлық бөлетін бездер орналасқан, олар негізінен қорғаныштық қызмет атқарады. Сырттан келген шаң-тозаң, зиянды микробтарды ұстап қалады. Сыртқы құлақ бөлімі тығыз, қатты тартылған дабыл жарғағымен аяқталады. Есту жолы арқылы дыбыс толқыны дабыл жарғағына соғылып, оны тербетеді. Дыбыс толқындарын механикалық тербеліске түрлендіріп, ортаңғы құлақ есту сүйекшелеріне өткізеді. Жануарлардың барлық кластарында қосмекенділер, жорғалаушылар, құстарда дабыл жарғағы ортаңғы құлақ бөліміне жатады, ал адамдарда сыртқы құлақ бөлімі болып есептеледі. Ортаңғы құлақ дабыл жарғағынан кейін орналасқан ауа толы қуыс. Қуыс мұрын жұтқыншақпен және эвстахий түтігімен жалғасқан. Жұтқан кезде қуыс ашылады, ауа алмасады, әдетте қуыс жабық болады. Ортаңғы құлақта есту сүйекшелер орналасқан. Яғни дабыл жарғағымен бітісіп кеткен балғашық алдымен тербелісті төстікке береді, кейін күшейтілген тербеліс үзеңгіге беріледі. Ортаңғы құлақ қуысында қысым атмосфералық қысыммен бірдей болады. Атмосфералық қысым жоғарылағанда немесе төмендегенде құлақ бітеліп қалады. Әсіресе мұндай жағдай ұшақпен ұшқан адамдарда байқалады. Мұндай жағдайда ауызды ашып отыру немесе жиі жұтыну қажет. Жұтынған кезде ортаңғы құлақтағы қысым атмосфералық қысыммен теңеседі. Ішкі құлақ бас сүйектің самай бөлігінде орналасқан. Ішкі құлақтағы қуыстар мен иірім өзекшелерден түзілген күрделі жүйені шытырман деп атайды. Олардың іші сұйықтыққа толы. Шытырманда есту мүшесі, ұлу дене және тепе-теңдік мүшесі вестибула аппараты болады. Ұлу дененің қуысы да сұйықтыққа толы. Сұйықтық ұлу денеден ағып кетпей үшін сопақ және дөңгелек терезе жарғағымен шектелген. Сопақ терезеге үзеңгі соғылады. Ұлу денедегі сұйықтық тербелісі есту рецепторларын тітіркендіреді. Қозу есту жүйкесі арқылы ми қыртысының есту орталығына жеткізіледі. Вестибула аппараты екі қапшық, яғни сопақ және дөңгелек терезеден және үш жартылай иірім өзектерінен тұрады. Олардың да қуысы сұйықтыққа толы. Әрбір өзектің қабырғасында рецепторлар және кальцийдің ұзақ кристалдары болады. Егер дене қалпы өзгерген кезде, кристалдар қысымы рецепторларды қозу тудырады, пайда болған жүйке импульстары миға өтеді. Дыбыс тербелісінің өту жолы алдымен дыбыс толқыны есту жолы, одан кейін дабыл жарғағы, есту сүйекшесі, сопақ терезе жарғағы, ұлу дене сұйықтық тербелісі, есту рецепторларының тітіркенуі нәтижесінде жүйке импульсінің пайда болуы жүзеге асады. Адамдарда сөйлеу кезінде естудің маңызы артты. Есту арқылы қоршаған ортадан көптеген ақпаратты аламыз. Есту мүшесінің гигиенасы. Есту мүшесі қалыпты жұмыс жасау үшін гигиена сақтау қажет. Құлақта құлық қорғаныштық қызмет атқарғанмен олардың мөлшері артатын болса, адам жақсы естімейді. Сондықтан құлақты тазалап тұрған жөн. Құлақты тазалағанда үшкір, қатты заттарды қолдануға болмайды, өйткені дабыл жарғағын зақымдауы мүмкін. Есту мүшесіне қатты шу кері әсер етеді. Қалада тұратын тұрғындардың дабыл жарғағына қатты шудан үнемі жүктеме түседі. Мысалы, тауда өмір сүретін 70 жастағы адамның есту қабілеті қалада тұратын 20 жастағы адамның есту қабілетіне сәйкес келетіні анықталған.
Егер қартайғанша қалыпты есту қабілетін сақтағың келсе, қатты шудан сақтаныңыздар. Енді оқу тапсырмасы. Берілген кестелер бойынша толтырыңыздар. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Сыртқы құлақ қалқаны, есту жолы, дабыл жарғағы жатады, қызметі дыбысты қабылдайды. Ортаңғы құлақ, балғашық, төстік, үзеңгі, эвстахи түтігі, қызметі дыбысты күшейтіп өткізеді. Ішкі құлақ, ұлу дене, вестибула аппаратынан тұрады, қызметі есту және тепе-теңдік. Екінші тапсырма бойынша сыртқы құлаққа ұлу дене жатады, қате, ұлу дене ішкі құлақ бөліміне жатады. Ортаңғы құлақ ауа толы қуыс, дұрыс, балғашық дабыл жарғағымен байланысқан, дұрыс, ішкі құлақ сұйықтыққа толы, дұрыс, вестибула аппараты тек естуге жауап береді, бұл қате, вестибула аппараты тепе-теңдікке жауап береді. Құлақ қорғаныш қызметін атқарады, дұрыс, қатты шу есту мүшесіне зиян, бұл дұрыс. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.